өзіңіз үйретіп жатқан Құрандағы жақсы бір аят бізге өмірге мағына береді. Құдайдың жақсы жолына дейді, даналықпен, хикметпен, ұлағаттықпен шақыр деген Құдайдың бір жақсы шақыруы тұр. Тура сол сияқты намаз оқитынымызды, өзіңіздің туралықта екеніңізді дұрыстап түсіндіріп айту керек. Яғни ол жерде есеп беру емес, сен неге оқымайсың, сендер өзін бір сондай артық көріп, мен намаз оқитын едім деп өзін жоғары алмаңыздар. Намазың қабыл болсын, Құдайға жаққан жақсы бір қағиданы ұстап жүрсің алтыным, осыны туың болсын. Мәселе намаз оқу емес, намазды ұстап қалу. Намазды ұстап қалу емес, намазбен өмір сүру маңызды. Бізде көп азаматтар намазды оқып, намаздан қасиет өміріне жұқпаған, намаздағы қасиет пейіліне жұқпаған, намаздағы қасиет ниетіне жұқпаған, намаздағы қасиет ұрпағына жұқпаған. Сондықтан намаздың ұлы дүниесі адамның өзі түгіл маңайына нұр шашу керек. Намаздың негізгі мақсаты адамды өзімен бірге маңайына бір жақсылық алып келу керек, ұлағат алып келу керек. Мәселе осыда. Сондықтан енді жас деп сені мынандай деп айтса, сол жерде ерегісіп, жоқ олай емес деп дәлелдеп, қырыл кеңірдек болып жаға жыртысудың үлкендерімен әсіресе жастарға айтып отырмын. Қажеті жоқ. Аға, сіздікі дұрыс деп үндемей, өзі үндемеген үйдей бәледен құтылады деген бір жақсы дүние бар. Сондықтан кейде үлкен кісілер айтқан кезде мейлі ол кісінікі дұрыс болмасын, кейде де бір үндемей қоя қою жақсы ұлағатты тәрбиені көрсетеді. Ерегісіп, жаңағы жоқ ол олай емес, бұлай менікін дегенім дұрыс деп қадалмаңыз. Ал енді барған жерде оқитын болсаңыз, кіріп бара жатқанда алдын ала орынды қарап, көріп, бейіңгілеп, осы жерде оқып алармын деп қоярсыз, болмаса жайлап сұрап, орын сұрарсыз. Және қоңырау бар. Алла ассаламу алейкум. Сәлеметсіз бе? Иә. Дұрыс, негізі бұл жағдай жайып рахатта, амандықта, саулықта, бірақ қажеттілік туғанда аналарыңыздың, туыстарыңыздың, қолдарыңыздағы бар адамның, немесе арнайы мекемелерде жұмыс істейтін азаматтардың өздігінен қол жүріп тұра алмайтын, үлкен кәрілікке жеткен, немесе ауру себеппен қозғалысы қиындаған азаматтарды жуып тазалаған кезде белгілі бір жерін жуып, әуретін жумай қойсаңыз, сол жері жаңағы инфекцияға, ауруға қалып қалатын болса, сіз күнәлі боласыз. Әлбетте, үңіліп, қарап тұрып, асты-үстін қарап тұрып, оны зерттеп, зерделеп, лупамен қарап тұрып жумасаңыз да, әйтеуір не керек, жобалап, жуып, тазалап қоюыңыз керек. Бұл кей кезде кейбір мәселелер болады, мынандай дінімізде үкім бар, зарурат дейді, қажеттілік сіздің мақтуратыңыздан жоғары тұрады. Яғни қажеттілік болып тұр бұл жерде. Шын мәнінде адамның еріккеннен әуретіне қарауы, бір-біріне қарауы көрсетуі күнә. Бірақ сізде қажеттік болып тұр. Алдымыздағы адам, мысалы, мені жаңылмасам, бір медицина университетіне шақырғанда, бір оқушы қыз сұрайды, мен орамал тағам, енді ертең күні укол салам, укол салған кезде елдің жамбасын көрем, бұл күнә бола ма деп. Мен айтып едім, сен қарамасаң күнә болады. Жақсылап қарап ал, нені қайда тығатыныңды. Әйтпесе қылқындыр өлтіріп қоярсың біреуді деп. Тура сол сияқты сіз жақсылап көріп, оны тазалау қолыңызда, мысалы қайнатасын, енесін қарайтын балалар, азаматтар, қыздар, келіндер бар. Соны дұрыстап қарамасаңыз, ол жатқан анаңыз, енеңіз сол орында кешіріңіз, бұзылып қалатын халге жетсе, ол жақсы нәрсе емес. Әлбетте қайтыс болған адамды жауып, қолыңызды бүйтіп сыртынан жуа, ол дүниеден өткен адам енді болды. Ал енді ол онша көп сезбейді. Үлкен адамды қарап, мүмкін бір жері жаңағы жата бергендіктен, жүрмегендіктен, жаңа пролежін дейді, әбден ойылып қалуы мүмкін, ойыл болуы мүмкін. Осындай нәрселерді орнын табатын сіз боласыз. Сондықтан әр нәрсе өз жөнімен болу керек. Бұл жерде күнә болмайды. Алтыным. Қоңырау бар. Алла ассаламу алейкум. Алейкум салам алтын. Қалай? Иә. Атынан шығарғаннан күнә болар болмас, бірақ сен оны бақпасан күнә болады. Некесіз бола ма, некелі бола ма, форточкадан кірді ма, бала бағылу керек. Баланы дүниеге келтірдің бе, сен оны бағып, асырауың міндетті. Бітті бірақ ауыз сөз. Ол мен тұрасың ба, тұрмайсың ба, оның мамасы жаман ба, папасы жаман ба, жақсы ма, оған қарамай бағуға міндеттісіз. Ұрпақ дүниеге келген сәбидің кінәсі жоқ.
Дүниеге келген сәби некесі бар ма, некесі жоқ па, қалай келді, ешкімнің араласуы болмау керек ол баланың өміріне. Қайта ол баланы қоғамның мүшесі қылып, ұрпақты болашақтың азаматы қылып, елдің нағыз өрені қылып тәрбиелеу сізбен бізге міндетті болады. Керек ана елдің ішінде некесіз туылған бала иман болмайды деген бір сөз жүр. Ол бір тәрбиелік мақсатта айтылған. Егер ол тәрбие үйренсе, имам Мамақтур муфти болсын маған десе, патша болсын, қазақты басқарсын, біз артына тұрып үйіміз ондай біздің азамат, біздің өрен ілім, білімі жеткен тәлімді тәрбиелі болсын. Ал енді сіз баланы шығарып тастағаныңыз жақсы емес, бас тартып қашқандай боласыз, сондықтан олай жасамаңыз деп айтамын. Келесі қоңырау бар. Ассалаумағалейкум. Аумин алтын. Тыңдап тұр. Имам, сізден бір сұрағым бар еді. Айта ғой. Бір сұрағым келбет бұл общаға қоя алмайын да ол сұрақты. Сізбен қалай байланыстан болды? Айткенде бір байланысқанда телефон беректе сонымен ала алмадым, қалды. Сосын екінші сұрағым мына жұмыс орнында циркустен адамдар келіп балдарға елка құрап, елка жасайды. Береді. Мұсылмандар балдарын апаруға бола ма екен циркуске? Сізбен қалай байланыстан болады? Негізі діни ғимараттарда елді жинап рәсім жасауға рұқсат берілмейді біздің заңымыз бойынша. Енді ол шіркеуге баратын өзінің азаматтарына, өзінің сенім нанымдағыларға болады, бірақ біздің ұлттың азаматтары онда баруына болмайды. Ал енді сіз телефоныңызды қалдырыңыз, мен сізге өзім хабарласам. Және бір қоңырау бар. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Жақсы бекет. Тамаша, тыңдап тұрмақ. Амин. Баршамызға рахмет. Мен қазақты таңдайтын едім. Өйткені енді жаңа сіз айтқан сенім нанымда тұрған азамат енді ол болды, қатайған адам. Мен жаңадан келе жатқан білмейтін, өзін мүмкін жаңағы ұлттық құндылықта таза тұрмын, қазақпын деген намазы жоқ, оразасы жоқ адамға жақынырақ болар едім. Соны тартып, бауырым қылып, соны тура жолға келтіруге себепші болар едім. Және сол ұстаздар туралы, және басқа да тағы бір екі ұстаздардың айтқан сөздерін көріп жүрміз. Мына атеистерге байланысты тіл тигізу мәселесіне ұлтты бөліп жаруға айналайын. Біздің ұлтым кез келген діндар адам, кез келген мұсылман адам халықты бөлуге, ұлтты ортасын жаруға алып келмеу керек. Мейлі намаз оқимын, оқымаймын, атеист боламын, кім болса болсын. Біз халықтың басын біріктіруші, бір-бірімізді аңдушы емес, бір-бірімізді түзетіп, бір-бірімізді шұқушы емес, бір-бірімізді бірлікке шақыратын, ұлтымыздың болмысын алға бастыратын азамат болуымыз керек. Одан кейін ол намаз оқимын, оқымаймын мен үшін маңызды емес, ол оның жеке дүниесі. Бірақ оны ұлттық құндылықта, мемлекетіміздің осы бір болмысында, қазақтың шаңырағының аясында жинауға мүдделіміз. Одан кейін күнәһар адамның тәубе қылып Алланың алдында кешірімге жетіп қалуына жетпейді деп кім кепілдік бере алады? Жаңағы өткенде де интернетте біраз шу болған, бір адам өлтіретін адам туралы айтылып жүр ғой бір ұстаз тарапынан. Қайдан білесіз? Сол тәубе қылып қалсашы. Ал сіздің діндар болып жүрген адам тәубесіз кетіп қалсашы бір күнәһар жасап. Біз білмейміз ғой, біздің көзіміздің алдымызда ол әулие шығар, бірақ жалғыз өзі қалғанда қандай адам екені, жүрегінің қаншалықты иесіне байланғандығын біз білмейміз оның. Сондықтан бір-бірімен армансыз деп амандасса, жек көріп, қазақша, арабша амандаспаса, Құрандағы сәлемменен бір-бірін жек көретінді қоюымыз керек. Біз ұлтты бірліктіретін, ұлтты үйістіратын дүниелерді ұстануымыз керек. Халықтың басы бірігіп, ынтымақтасып, ұлтымызды бабаларымыз осы тәуелсіздігімізді шайқамай, бізге келген дүниені бұдан ары қарай шайқап, ортаны бүлдіруге, ортаны сыза түсіруден сақтап қалуымыз керек. Бұл біздің ұлы құндылығымыз. Егер тәуелсіздік кетсе, дін кетеді. Осыны түсіну керек.
Кейбір азаматтар тек қана дін деп жүрген азаматтар, айналайын, біздің мемлекетіміз бар, ұлтымыз бар, тіліміз бар, біздің азаматтарымыз бар, ұлтжанды елдер бар, өсіп келетқан өскелең ұрпақ бар. Соларды осы шаңырағымыздың шынайы, адал, бір беткей, кәдімгі ұстанатын, ешкімге қиянатын өткізбейтін ұлтжанды азамат қылып тәрбиелеуіміз керек. Олардың жолы ашық болуына жол ашуымыз керек. Сондықтан дінді ортаға қойып, немесе сенімін қойып, намазын қойып, оразасын қойып, білмеймін, басқа да өзінің ұстанымдарын қойып, ортаға дүние тартқан азаматтарды біз түсініктеме беріп, оларды тура жолға қайтаруымыз керек. Кейбір азаматтар мына ұлттық құндылықты да алға қоям деп шектен шығып кеткендер бар. Шектен шығып, бір-бірін шұқып, ауыздарына ақ ит кіріп, көк ит шығып, бір-бірімен қызыл кеңірдек болған. Бұл намаз оқығаныңа да, намаз оқымағаныңа да жақсылық дүниені алып келмейді. Неге? Өйткені бізге ең маңызды дүние ұлтымыздың басының бірігені, ұлтымыздың басының бір болғаны, ортамыздың бұзылмағаны маңызды. Сондықтан осы дүниені ұстануға шақырам. Біз 2025 жылдың бүгінгі жұма күндегі жұмадан жұмаға бағдарламасының биылғы жылдағы қорытындысында хабарында отырмыз. Жалпы бізді тыңдап, қарап отыр, мыңдаған адам тыңдап отырсыздар. Рахмет. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Қарап отырсам, 40-тың үстінде 44 бағдарлама шығып үлгерген екен. Артық кеміміз болса Алла кешірсін. Бірақ біздің түпкі мақсатымыз елді, ұлтты үйдістіру, осы мемлекетіміздің алып бара жатқан ішкі және сыртқы саясатына қолдаушы болу, маңайымызды таза ұстау, таза Қазақстанды тек қана сенбелік, жексенбілік емес, өмір бойы ұстану. Патриоттық подъезден басталады деп бір ағамыз айтқандайын, сол подъезімізден таза болу, астанасына қарап, жаңағы аяғына қарап асын іш деген дүние құндылықтарды дұрыс түсіну, шаңырағымызды дұрыс тәрбиелеу, заң мен тәртіптің аясында өмір сүру, міне нағыз мұсылманның келбеті осы болады, айналайын. Сондықтан аман болыңыздар, сау болыңыздар, жақсылықта жүздесейік, халқымыз бірлікте, ынтымақта, саулықта болсын. Жақсы сөз жарым ырыс деген ұлтымыздың жақсы сөзі. Ал енді мынау алдымызда келе жатқан жылқы жылына жақсы бағдар құрыңыздар. Мынаны жасап үлгермедім, мынаны жасайын деген ниет қойыңыздар. Құдайым соған жеткізсін. Жақсылықта болыңыздар. Және бір мәселе, от шашу мәселесін айтқым келіп тұр. Ысырап етпеңіздер. Шамасы келсе жоқ жітікке, ағайынға, көрші қолаңға болысайық, қамқорлы болайық, бір-бірімізге мейірімді болайық. Әр Абай атамыз бізге насихат етіп берген өмірлік тұлға, біріңді қазақ, бірің дос көрмесең істің бәрі бос деп, бір-бірімізді бауыр ретінде шынайы әр қазағым жалғызым деп өмір сүрсек бақытты боламыз. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Жұмадан жұмаға аман жетейік ағайын.